أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Біз өткен дәрістерімізде айтқандай, бұл бір жалғасымды дәріс емес, яғни бірінші бөлім, екінші бөлім деген сияқты. Жай әрбір дәрістерде тек бірде ләнің түрлерін, бірде мәнің түрлерін, бірде итофа, бірде истисна деген сияқты әртүрлі бағытта шағын зерттеу деп айтамыз ба енді. Шағын жалпы ақпарат беретін дәрістер түсіріп жатқан болатынбыз. Осы жолы ләнің түрлеріне келдік. Жалпы не үшін лә, мә деген сияқты әріптердің мағынасына тоқталып жатырмын, себебі бұлар көп кездеседі және де әртүрлі түрлері көп. Оларды ажырату үшін бізге бұлардың түрлерін білу керек. Және де олардың түрлерін жақсы ажырату бізге мағынада, еуропта барлығында көмектеседі. Ладно, еуроп бұлай қойғанда мағынада көбіне көмектеседі. Себебі қандай лә екенін білу бізге сөздің мағынасын түсінуге көмектеседі және де харекет қоюға көмектеседі. Сондықтан да осындай көп кездесетін және де түрлері көп әріптерді бірінші талдап өтсем бе деген ой келді, мәлә сияқты. Бұдан кейін де Алла нәсіп етсе истисна, хәтта, ләу деген сияқты. Ләкин мысалы түрлері бар, әріптер бар ғой, бірнеше түрде келетін, бірнеше түрлі амал ететін. Соларды өтуге тырысатын боламыз қол босағанда иншалла. Бұларды оқысаңыздар сіздерге бұл мысалы лә, мә осының ішінде айтылып жатқан түрлері, ләнің, мәнің мысалы Қотыр-нада сияқты кітаптардан да жоғары деңгейде айтылып жатыр негізі. Қотыр-наданың ішінде 4 түр айтылатын болса, сізге 5 түр айтылатын болса, мұн жерде 10 түр айтылады деген сияқты. Бірақ әрине ол жерде лә нәфияның мысалы жеке өзіне кіріп тереңірек кірген жерлері бар мысалы. Осының ішіндегі бір екеуіне мысалы тереңірек кіреді. Мә әл-мушабаха бил-исаға мысалы тереңірек кіреді деген сияқты. Сондай мәселелер болуы мүмкін. Ал жалпылама ақпарат ретінде мына жерде сіздерге шыны керек Алланың қалауымен көбірек мәлімет берілетін болады және де беріліп жатыр. Себебі мен бұларды жинаған кезде даже Қотыр-нададан ішінен тек қана бір-екі ақпарат аламын да мысалы. Қотыр-надада бар нәрсені. Одан бөлек жаңағыдай қаншама кітаптардан, интернеттегі дәрістерден деген сияқты көптеген жерлерден іздестірулер жасаймын. Сондықтан бұл сіздерге дайын тұрған, оңайлықпен таптырмайтын сабақтар болып табылады негізінен. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Алланың қалауымен баршамызға пайдалы, хайырлы ілім болсын. Ниетімізді түзеп алайық. Ең бірінші Алла разылығы үшін деп, одан кейін пайғамбарымызға салауат айтып сабағымызды бастайық. Негізгі жеке видео сабақтарда жаңа бөлек өткен онлайн сабақтарым бар ғой, олар жасырын тұр, ютубта да бар, оларда тоже бірақ жасырын тұр. Оларда каналда барлығында ең бірінші ниет түзеу, Аллаға мадақ айту және пайғамбарымызға салауат айту деген сияқты нәрселерге өте қатты көңіл бөлеміз. Ал мына жерде жаңағыдай бөлек бір дәріс болмағаннан кейін олай жазылып ескертулер жасалынбай жатыр. Бірақ өздеріңіз бұл мәселелерге мән берулеріңіз керек, жақсы ма? Ниет болмаса қаншама сағат тер төгіп отырғанымыздан да ешқандай сауап алмауымыз мүмкін. Алланың разылығына жақындамауымыз мүмкін. Олай болатын болса, оққан жасаған істеріміздің барлығы бос болып саналады. Ануау ля фил луғатил арабия. Араб тіліндегі ләнің түрлері. Лә ән-нафия. Қараңыздар, мада бір ерекшелік бар. Сосын бұл жерде жаңағыдай
жалпылама бөлген. Біз мысалы кітаптардан көбіне оқимыз ля әл мушаббаха билейса, ля ан нафия деген сияқты, ля линефли дженс деген сияқты мысалы бөлек оқимыз ғой. Бұл жерде олардың барлығы бір ләнің астында, яғни бір ләнің түрлеріне кіреді. Нафия ләсінің түріне кіреді. Неге? Бұл жерде мынадай мәселе бар. Бұлардың барлығында мағыналарында нафия бар, яғни жоққа шығару бар. Жоққа шығару дегенде ол өзінің хабарын жоққа шығару, немесе есімін жоққа шығару деген сияқты, оның барлығы қазір алда келеді. Сондай мәселелер бар. И бұл дегеніміз жаңағыдай бөлек өту қате дегенді білдірмейді. Кітаптарда барлық түрін осылай жеке талдап өтпегеннен кейін жалпылама басынан, соңынан, ортасынан әрбір жерде мысалы береді. И ол жерде бұл лә ән-нафияның астына кіреді деп айтып жатпайды. Сондықтан бұл бір түсініксіздік немесе қателік, немесе осы сізге шейін бір үлкен бір қателесіп жүр екем деген сияқты сіздерде ой тудырмасын. Лә ән-нафия. Осы лә ән-нафияның астында бізде 5 түрі бар. Қазір соны оқимыз иншалла. Әлиф, бірінші түрі. Лил фи'лил мудори'. Қаулуху та'ала. Фи'л мудори' үшін болатын лә ән-нафия, яғни лә ядрибу. Қараңыз, нәхи емес, нафи бұл. Бізде нафидің амалы не? Еш нәрсе өзгертпейді, иә? Иннаху ла юхиббул муфсидин. Расында ол, яғни Аллах тағала болу керек, бұл ла юхиббул муфсидин. Яғни бұзғыншылық жасаушыларды жақсы көрмейді. Харф нафи мабни аля сукун ла махалла лаху мин ал-i'раб. Осындай i'рабтан да пайдалы болсын деп осындай нелерінде жазып кеттім. Жалпы бұл бізде қатты бір проблема емес, барлығымыз сарыфтан-ақ бұны түсініп кеткенбіз, иә, негізінен. Бұл насып және де мәжзум болып та келуі мүмкін. Мысалы ән ла ядриба, ин лам ядриб, ядриб деген сияқты мысалы. Сондықтан бұл жеке ләнің өзі харекетке әсер етпейді, өзінен кейінгі фи'л мудори'тың, бірақ одан алдын келген нәрселер фи'л мудори'ке ләден лә қандай да бір тоқтау салмай, ләден өтіп барып фи'л мудори'ке амал ете алады. Осы жерде келіп тұрған ән немесе ин сияқты. Ин бұл жерде шартия. Екіншісі бә. Лил фи'лил мади. Мади үшінде лә келеді. Бірақ мадида келуінің шарты бар. Ол не? Шартуху әт-тәкрар, қайталанып келуі. Мысалы, лә дораба деп айта алмаймыз. Лә кәтәбә, лә қора'a деп бөлек айта алмаймыз. Айтса қалай айтамыз? Қайталап айтуымыз керек. Мысалы, лә кәтәбә уә лә қора'a деген сияқты. Жазбады да, оқымады да деген сияқты. Мысалы, фәлә саддақа уә лә салла мына жерде де. Құран аяты ғой бұл. Фәлә саддақа уә лә салла уәләкин кәззәбә уә тәуәллә. Осы жерде қарайтын болсақ, енді көріп тұрғанымыздай бізде тәкрар жүзеге асты ма? Жүзеге асты. Бізде бұл жерде екі лә келді және де вау харф атф. Ал мына лә заида болып табылады. Яғни иғраптағысын айтып отырмын, бірақ мағынада фәлә саддақа уә лә салла. Растамады да және салля, бұл жерде Құрандағы мағынасын қараймыз. Салля бірнеше мағынада келеді. Жалпы салауат айтпады, немесе намаз оқымады, немесе дұға қылмады деген сияқты мағыналарда келеді. Неден қарап алсаңыздар болады, тәфсірінен немесе қазақша аудармаларынан қарап алсаңыздар болады. Уля тукаррару фи халатайн. Енді бұның мадидың екі исключениясы бар екен. Қатты маңызды емес, қысқаша тоқталып өтейік. Әд-дуа, егер дуа мағынасында болатын болса, қайталануы міндет емес. Фалақата хамалақаба мысалы. Бәділ қасам, және де қасамнан кейін келетін болса да қайталануы міндет емес. Таллахи, то есть қайталанбайды точнее. Таллахи лә'аззабатхум бә'даха сақар. Таллахи деген бізде қасам,
осыдан кейін келіп тұр бізде лә. Мына жерде де дұға мағынасындағы сөйлемде келіп тұр. Өләт осы екі исключениясы бар. Просто дұға жумлясында және де қасамнан кейін келсе қайталанбайды деп жаттап алсаңыздар жеткілікті. Енді лә зәлә дейтін бар. Бұның лә зәлә деп айтылуы дұрыс па, дұрыс емес пе? Соны бізге айтып жатыр. Вәлә тустәмәлу лә зәлә. Лә зәлә деп негізі қолданылмайды дейді. Ол дұрыс емес дейді яғни. Вәс-сахих мә зәлә. Және дұрысы мә зәлә деп қолдану. Үшіншісі тә. Лил джумлатил исмия. Лә нафия қолданылады не үшін? Джумла исмия үшін. Яғни бізде білеміз джумланың екі түрі бар, я, исмия және де фиалия. Фиалия дегеніміз фиалмен басталатын, исмия дегеніміз исммен басталатын джумла. Енді көрейік бұның қандай шарттары бар, қалай жұмыс жасайды деген сияқты. Шартуху әт-тәкрар дейді. Бұның да шарты тәкрар, қайталанып келу керек дейді. Мысалы, ләш-шәмсу янбағи ләһа ән тудрикал қамара. Қараңыздар, лә және де әш-шәмсу исм бастап келді. Одан кейін янбағи ләһа ән тудрикал қамара. Вәлә ләйлу сабиқун нахару. Вәлә лә қайталанды. Одан кейін не келіп тұр? Әл-ләйл, тоже исм келіп тұр. Сабиқун нахару. Ләш-шәмсу янбағи ләһа, бұл һә мына шәмске қайтады. Күн айға жетуі мүмкін емес дейді. Күннің айға жетуі мүмкін емес дейді. Вәләл ләйлу сабиқун нахару. Және де түннің де күнге жетуі мүмкін емес дейді. Вәләл ләйлу сабиқун нахару. Және түн күннен озушы емес дейді. Күннен озушы емес. Яғни түн күннен кейін келеді. Күнде айға жете алмайды дейді. Бұл жерде көріп тұрғанымыздай ләш-шәмсу деген лә деген лә ан-нафия лил джумлатил исмия бұл жерде. Неге? Себебі өзінен кейін шәмс келді, исм. Одан кейін әт-тәкрар шарты орындалды ма? Вәлә ләйлу, вәлә әл-ләйлу. Тоже лә тәкрар келді, және одан кейін де исм келді. Осылай бізде лә ан-нафия лил джумлатил исмияның шарты орындалды. Лә фиха ғаулун ولا هم عنها ينزفون. Бұл жерде де бізде ләге мысал берген. Ла фиха ғаулун ولا هم عنها ينزفون. Ла фиха ғаулун. Ода бас ауыртуы да жоқ дейді. ولا هم عنها ينزفون. Және олар одан мас болмайды дейді. Яғни бұл Құранда аят бар ғой. Жәннаттағы сусындар туралы. Солар туралы түсіндіріп жатқан жер ғой. Фиха деген сол сусындарға қайту керек шамасы. Сол сусындар, жәннаттағы сусындар дейді, басты ауыртпайды дейді, және де мас та болмайды дейді одан адам. Бұл жерде кішкене бір ерекшелік бар. Мысалы, екіншісін қарайтын болсақ, лә хум дегенде бұл түсінікті, лә қайталанып келді, және де хум деген исмі. Ал мына жерде ше, лә фиха деп харфтермен келіп тұр ғой деп сұрақ қою мүмкін біреу. Бұл жерде фиха жар мәжрүр мутағаллиқ ла мәужудун фиха ғаулун. Оларда, ол сусындарда бас ауруы ла мәужудун, бар емес, яғни жоқ деген мағынада. Сондай фиха жар мәжрүр мутағаллиқ мәужудун деген сияқты бір нәрсеге кетеді. Бұл бізде фиха өзі жар мәжрүр мутағаллиқмен бірге, мутағаллиқмен бірге хабар мұқаддам болады. Ғаулун деген бізде мубтада муаххар болады. Сондықтан мына фихада харф жармен басталып тұрғанмен бір мәужудун деген исімге мутағаллиқ болғаннан кейін бұл да жумла исмия болып табылады. Үшеуі кетті. Енді төртіншісі. Бұлардың айтпақшы қайталану керек деген шарттарын білу, мысалы, бізде сөйлескенде де маңызды. Біз олардың кітап оқыған кезде түсіне берерміз,
яғни бізге қайталап сөйлеген кезде өзімізге қайталап әкелу керек болады ғой. Біз оны білмесек, тек қана бір ләмен атып жасап, бір нәрсе жасап, солай қателік жасауымыз мүмкін. Ал кітапта өздері уже жазылып тұрғаннан кейін ол жерде өзің лә келу керек, келмеу керек дегенде басыңды ауыртпайсың, оқып кете бересің. Сондықтан бұл разговорныйда өте маңызды. Дәл төртіншісі. Линнәъти вәл хабари вәл хали шартуху әт-тәкрар. Нәът, яғни осы сифа, хабар үшін, хәл, және хәл үшін лә келе алады. Бұның да шарты тәкрар. Байқап тұрсаңыздар, ләнің көбінде шарт бар, ол тәкрар. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. бұл жерде وظل من يحموم не дейді бізге? Қара түнектен болған көлеңке дейді. لا بارد суық емес, ولا كريم және де ыңғайлы, жайлы деп айтайықшы, жайлы да емес дейді. Осы жерде яхмум сөзі бізде қара түнек деген сөз маусуф болып табылады. Лә бәриден болса, соған сипат. Яғни қараңғы түнек. Қандай? Лә бәрид. Салқын емес қараңғы түнек. Салқын емес қараңғы түнек маусуф сифат болады осылай бір-біріне екеуі. Енді лә қай жерде келіп тұр? Бұл жерде сипатта келіп тұр, яғни нәътта келіп тұр. Бізде демек бұл қайсына мысал? Біріншісіне мысал болып табылады. Ал уәлә кәрим деген қайда кетеді десеңіз, уә харф атф болады да, лә кәрим деген тоже мына лә бәридке атф болады. Лә бәрид маътуф алей, лә кәрим маътуф болады. Осы екеуі бірігіп, мына яхмумге сипат болады. Зайдун ла шаирун ла катибун. Зайд шаир емес және катиб емес. Яғни ақын емес және жазушы емес. Жазушы деген кезде бұл жерде катиб дегеніміз кәдімгі жазу ғой, өздеріңіз білесіздер. Просто жазушы емес дегенде андай ақын жазушы ойларыңызға келмесін деп айтып жатырмын. Зайдун ла шаирун ла катибун. Бізде зайд қандай? Мубтада. Ла шаирун хабар. Және де маътуф алей ва харф атф ла катибун маътуф. Демек бұл жерде лә бізде не үшін келіп тұр? Хабар үшін келіп тұр. Шаирун деген хабар бізде. Ла шаирун. Зайд кім? Зайдтен хабар беріп жатыр. Ол ақын емес дейді. Хабар беріп жатыр да Зайдтен. Зайдтың ақын емес екендігін, жазушы емес екендігін бізге хабар етіп беріп жатыр. Демек бұл лә ан-нафия лил хабар болып табылады. وجاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا. және Зейд келді. لا ضاحكا ولا باكيا. Күлген де, жылаған да халде емес дейді. бұл لا النافية للحال. زيد جاء فعل ماضي، زيد فاعل، لا ضاحكا زيد حالة، ولا باكيا ضاحكا атф болады. Енді бізде джим бесіншісі, ең соңғысы және де ең ләнің ішіндегі ең айыруы қиын, мағынасынан, харекетінен көп қателесетін ләнің бірі бұл. Лә ан-нафия лил джинс. Бұның бірінші не екенін біліп алайық. Бұл басқалар сияқты емес, кішкене өзінің біраз амал етеді, мағынаны өзгертеді деген сияқты сондай істер бар. Әдәтун тустамалу линафил хукми. Бұл үкімді жоққа шығару үшін қолданылатын әдәт, яғни құрал. Қалай жоққа шығарады? Нафиян амман. Толықтай жоққа шығарады үкімді. Не нәрседен жоққа шығарады? Ан жами'i афради джинсил исмил вақи'i бa'даха. Өзінен кейін, яғни ләден кейін келген исімнің жынысынан болған әрбір фәрттердің барлығын толықтай
жоққа шығарады. Барлығынан толықтай үкімді жоққа шығарады. Бұл не деген сөз? Фәрт дегеніміз жалпы. Мысалы, Зайд, Сәбит, Мұхаммад деген аттарды айтатын болсақ, бұлар фәрт болып табылады, яғни бір тұлға. Ал әфрод болатын болса, сол фәрттердің жиынтығы. Ал енді әфроду джинсил исмил уақиғи дейтін болса, бұл жерде сол жаңағыдай ләден кейін келген исімнің жынысынан болған нәрселердің барлығы кіріп кетеді бұл жерде. Сол бүкіл фәрт кіріп кетеді. Адам дейтін болса, мысалы, адамның ішіне әйелі бар, еркегі бар, адам жынысынан ғой барлығы. И әртүрлі, мысалы, адамдар бар, аттар әртүрлі, барлығы адам жынысына кіріп кетеді. Әфрод деген соның барлығын қамтып кетеді. Сол әрбір фәрт, яғни әрбір жеке тұлғасын, сол адам жынысындағы әрбір жеке тұлғаны қамтып кетеді бұл. Мысалы, фәртке қазақша қалай аударма беруге болады, білмейді екенше. Яғни әдемі түрде қалай аударма беруге болады. Мына жетте ұйқасатындай бір бірлік деп аударуға болатын сияқты мүмкін. Анын жамии афради джинсил уақиғи баъдаха дегенде, джинсил исмил уақиғи баъдаха, ләден кейін келген исімнің жынысынан болған бірліктердің барлығын деген сияқты аударуға болатын сияқты. Мисалуху, мысалы, ла ражуля фиддару. Осы мысалмен жаңағы анықтаманы түсінуге тырысайық. Ла ражуля фиддару. Аулада ер адам жынысы жоқ дейді. Аулада ер адам жынысы жоқ. Бұл жерде ләнің мағынасы ля линефли джинс деп тұр, яғни жынысымен жоққа шығарды сол нәрсені. Аулада ер адам жоқ деді ме, ля ражул деп муфрод түрде келіп тұрғанмен бұл жерде тәсния жама барлығын қамтып кетеді. Яғни ер адамның жынысын لا رجل في الدار. لا هنا تنفي وجود أي شخص من جنس الرجال في الدار. لا бұл жерде ауладағы لا هنا تنفي وجود أي شخص من جنس الرجال في الدار. لا бұл жерде фиддар, яғни ауладағы немесе үйдегі ер адамның жынысынан болған әй шақсын кез келген тұлғаның барлығын жоққа шығарады. Ер адамның жынысынан болған нәрселер болса, соның барлығын жоққа шығарады. Зәйд болсын, Сәбит болсын, Қайрат болсын, ер адам болса, барлығын жоққа шығарады. Бірде-бір ер адам жоқ деген сөз, яғни. Бірде-бір ер адам жоқ деген сөз. Айкун исмуха ва хабаруха накиратайни. Қараңыздар, енді бұның бір ерекшелігі ля ражуля фиддар дегенде, мысалы, есімі және де хабары накира болады. Есімі бұл жерде ражул накира болады, және де оны мәрифа қылып та қажет жоқ қой, себебі бұл уже джинсті жоққа шығарып жіберді, бірақ сөзбен. Ал есімі бұл жерде фиддар аддар немен тұр ғой, әлифламмен тұр ғой деп ойлап қалуыңыз мүмкін, бірақ бұл жерде ля ражуля маужудун фиддар деген сөз ғой. Фи харф жар адар мажрур, жар мажрур муталиқ маужудунге, маужуд бізде ләнің хабар болып тұрады. Ал хабар бізде маужуд деп әлифламсыз келіп тұр, накира. Солай бұл накира екендігін түсіне аламыз. Ола ятақаддаму хабаруха аля исмиха, және де бұның хабары есімінің алдына шықпайды дейді. Яғни ля фиддари ражул деп айта алмайсыз. Ля фиддари ражуля деп мысалы. لا مبني على السكون لا محل له من الإعراب. إعرابك كبشن осылай. Енді бұның келу түрлері болады. Соны қарайық. Үш түрде келеді, сол үш түрі өтпестер. Үш түрін оқып шығайық. Біріншісі исмуха муфрад. Оның исмі муфрад болып келетін тұстары. Қараңыздар, астында қызылмен сызып қойдым, ражулайни, ражулина. Бұл жердегі муфрад деген мағына тәсния немесе жама деген жама емес деген сөз емес. Муфрад бұл жердегі ол емес.
яғни ля раджулайни деген сияқты келмейді деген мағынада емес бұл. Исмі муфрат болады дегеніміз не мағынада? Лайса би мудофин ва шабихин бил мудоф деген сөз. Мудоф емес исмі, яғни және де мудофқа шабих бил мудоф та емес, мудофқа ұқсайтын да емес дейді. Бірінші осындай халде келеді. Және де мәбниюн болады, мәбни болады бұл түрі. Бұға мысал ля раджуля фиддар, аулада немесе үйде ер адам жынысынан ешкім жоқ деген мағынада. Бұл жерде раджуля мәбниюн алал фатх фи махалли насб исму ля. Ләнің исмі фатхаға мәбни және де насып орнында тұр. Неге? Себебі ля өзінің исмін насып қылады, хабарын роф қылады. Яғни тансибу исмаха ва тарфау хабараха. Өзінің исмін насып, хабарын роф қылады. Муфрат дегеніміз бұл жерде айтқандай раджулайни, раджулина деген сияқты тәсния немесе жама түрде келмейді деген мағынада емес. Енді мудоф және де шабих бил мудоф емес едік, олар қалында екенін көрейік. Екінші түрі келетін исмуха мудофун му'рабун. Исмі мудоф және де му'раб, иғрабталатын болып келеді, мәбни емес болып келеді дейді. Ла фаиля шаррин фаизун. Қараңыздар, жамандық жасаушы жеңіске жетуші жоқ дейді. Яғни жамандық жасаушы адам жеңіске жетпейді дейді. Жамандық жасаушылардың жынысындағылардың барлығы жеңіске жетпейді деген сөз ғой, былайша айтқанда. Кім жамандық жасайды, ол жеңіске жетпейді. Жамандық жасағандардың жынысынан жеңіске жетушілерді шығарып тастады. Бұл жерде қараңыздар, фаиля ла ленефили джинс, фаиля мудоф, шаррин мудоф нилей. Фаиля ләнің исмі және де мансуб аламату насбихи аль-фатхату зохира болады. Яғни бұл жерде му'раб болып иғрабталып жатыр. Фи махалли насб деген сияқты болмайды бұл жерде. Және де фаиз оның хабары. Мудоф мудоф илейх болып келетін жері осы. Енді келесісі бізде шабих бил мудоф деген бар. Оның не екенін көрейік. Исмуха шабихун бил мудофи дейді. Бұл шабих бил мудоф деген не? Я'малу фима бa'даху. Өзінен кейінгі нәрсеге амал етуі. Өзінен кейінгі нәрсеге амал етуі. Яғни қараңыздар, ла дарибан зайдан садиқун. Мағынасында бұның зайдты ұрушы дос жоқ дейді. Зайдты ұрушы дос жоқ. Яғни зайдты ұрды ма, демек ол оның дос емес. Ұрғандар оның дос емес. Ұрмаған оны ұрушылардың ішінде, зайдты ұрушылардың ішінде оның досы жоқ. Дарибан дегеніміз ләнің исмі және де исм фаил. Исм фаилдің өзін амал етуі, шарттары анау осы деген мәселелер бар, ол бөлек әңгіме. Зайдан дарибанға мафулун бих. Зайдты ұрушы жоқ деп біз аударамыз. Садиқун дос. Фәлә әқалла мин назратин дейді. Қараңыздар. Фәлә әқалла мин назратин. Мин назратин бұл жерде жар мәжрүр мутааллиқ әқаллаға. Мына жерде фәлә әқалла мин назратин хабарын жазуды ұмытып кетіппін ғой мына жерге. Тамам, проблема емес. Жалпы түсінсек болды. Фәлә әқалла мин назратин. Осы жерде ары қарай бір хабары болады, жалғасы. Мин назратин жар мәжрүр мутааллиқ әқаллаға исм тафтил ғой. Исм тафтилде өзі амал етеді. Өзіне мутааллиқ алады. Көрдіңіздер ме? Дарибан өзінен кейінгі зайдке амал етіп тұр. Әқалла өзінен кейінгі мин назратинге амал етіп тұр. Ла талиан жабалан хадирун. Ла талиан шығушы жоқ. Неге? Жабалан тауға. Мафулун бих мынау талианға. Хадирун. Тауға шығушы дайын адам жоқ дейді.
тауға шығушылардың ішінде, то есть дайын адамдардың ішінде деген, тауға шығушы адам жоқ дейді. Тауға шығатындардың барлығын, тауға шығу деген шығушы деген жыныстағы нәрсенің барлығын жоққа шығарып жібереді. Қараңыздар, бұл жерде адамдарды емес, тауға шығатын адамдарды жоққа шығарып жібереді. Ла хасанан фи'луху мазмум. Хасанан бұл жерде исмі және де сифату мушаббаха. Сифату мушаббаханың фи'луху деген фаилі, яғни оның ісі жақсы деген мағынада. Мазмум датталған, яғни оның ісі жақсы датталған жоқ дейді. Яғни ісі жақсы датталушы жоқ деген бұл жерде мынандай мағынада, исімінің жынысын жоққа шығарады ғой өзінен кейін. Сондықтан бұл жерде айтқысы келіп тұрған адам, то есть мағына, датталған адамдардың ішінде ісі жақсы адам жоқ дейді. Датталған адамдардың ішінде ісі жақсылардың жынысын барлығын жоққа шығарып жіберді. Демек, датталған адамдардың ішінде ісі жамандар ғана бар деген сөз да. Ісі жақсылар жоқ. Ісі жақсы деген нәрсені толығымен жоққа шығарып жіберді. Бұл бізде неге ұқсайды? Шабих бил мудоф, мудофқа ұқсайды. Мудофқа ұқсайды дегенде өзінен кейінгі нәрсемен байланысып тұрғаннан кейін айтқан болуы мүмкін. Аллаху алям. Немесе дорибу зайдин деген негізінде бізде не? Мудоф, мудофлей қылуға болады бұны тоже. Немесе хасану фи'лихи ла тали'a джабалин деген сияқты айналдыруға болады бұларды. Сондықтан айтқан болар. Аллаху алям. Онысын зерттемедім. Маңызды емес ол данный момент бізге. Может, оқығандар есімде жоқ, бірақ бір жағынан. Енді көрейік нун. Келесісі бізде ла әл-мушаббахату билейса. Лейсаға ұқсайтын ла. Бұны ән-нафияту лил-вахда деп те атайды. Ән-нафияту лил-вахда деп. Не үшін атайды? Алда келеді оны түсіндіреді. Қаулуху та'ала ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Қараңыздар. Ла хауфун алейхим. Өзінің есімін марфу айтады. Өзінің хабарын мансуб етеді. Аля харф жар, хим мажрур, жар мажрур муталлик мавжуданға. Ва ла хауфун мавжудан алейхим. Оларға қауіп, олар үшін бар қауіп жоқ дейді. Тікелей аударатын болсақ, енді жалпы мағынасы оларға қауіп жоқ деген сөз ешқандай. Олар үшін қауіп жоқ деген сөз. Вала хум яхзанун. Вала хум исмі ләнің, яхзанун жоқ. Бұл жерде лә, екінші лә заида болу керек, және де уа атф болып хум яхзанун хауфун алейхимге атф болуы мүмкін. Солай болуы керек. Немесе жаңағыдай жеке-жеке вауды не деп аласың, соған да байланысты ғой. Егер уәлә хауфун алейхим деп кейінгі уәні харф атф деп алатын болсаң, жаңағыдай ұрып кетеді уже. Атф қыласында хум яхзанун дегенде бір нәрсеге. Ал егер вауды истинафия деп алатын болсаң, онда лә қайттан өзі бөлек исм не болады? Лә әл-мушаббаха билейса болады. Хум исм, яхзанун хабар болады. Яхзанун фи'л, фаилі вау. So фи'л фаилімен фи махалли насб болады. Ләнің исм хабар насб болады, сондықтан фи махалли насб болады бұлар. Как обычно бұлда харф нафи мабниюн аля сукун ла махалла лаху мин ал-i'раб ва якуну исмуха ва хабаруха накиратайн. Бұның да исм мен хабар накира болады. Исм накира болады деген ережеге салатын болсақ, мына хум бізде накира емес қой деген сұрақ туындайды. Демек, мынау бізде заида ла деген. Мына жердегі ләні заида деп ұғырыптаймыз да. Хум яхзанун алдында хауфун алейхимге атф болады. Сонда хауфун өзі накира ғой. Солай бұларда накира болып есептеледі. Вала ятақаддаму хабаруха аля исмихи. Как обычно, исмі хабарының алдына, то есть хабары исмінің алдына шықпайды. Вала тунтақаду би илля. Бұның екеуінің екі шарты бірдей болып келеді. Осы үшінші шарты лә әл-мушаббаха билейса да бар, ол иллямен бұзылмау керек. Яғни
ла хауфун алейхим илля хаза ва хаза деген сияқты. Оларға ешқандай қорқыныш жоқ, тек қана мынандай бар деген сияқты, сондай мен бұзылмау керек. Сонда бұл лә мушаббаха билейса болып қала береді. Әл-фарқу байна ла раджула қаимун ва байна ла раджулун қаиман. Енді мына жерде екі лә әл-мушаббаха билейса мен лә линефил джинстің айырмашылығын бізге түсіндіруге тырысып жатыр. Қараңыздар, біріншісінде тұрып тұрған бүкіл еркек жынысын жоққа шығарады дейді. Ля раджула қаим, яғни лә линефил джинс бұл жерде. Исімін насып, хабарын роф қылады. Мейлі ол екі еркек болсын, үш еркек болсын, көп еркек болсын, барлық жынысымен жоққа шығарып жібереді. Ләден кейінгі не тұр, нені айтып жатыр, сол нәрсенің барлығын жоққа шығарып жібереді. Хасанан фиалуху деді ме мысалы, соның барлығын жоққа шығарып жібереді. Яғни ісі жақсы адамдардың барлығын жоққа шығарып жібереді. Не нәрседе? Хабардағы. Яғни тұрып тұрған ер адамдардың барлығын жоққа шығарып жібереді бұл жерде. Ля раджула қаимун дегенде. Тұрып тұрған ер адамның жынысының барлығын жоққа шығарып жібереді. Бұл жерде біз тұрып тұрған ер адам жоқ деді, бірақ екі ер адам болуы мүмкін, үш ер адам болуы мүмкін деп айта алмаймыз. Немесе жаңағыдай бұл жерде тұрып тұрмаған ер адамдар болуы мүмкін. Себебі бұл жерде тұрып тұрған ер адамдардың жынысын жоққа шығарды. Енді екіншісінде қандай айырмашылық бар? Ода тек қана бір тұрып тұрған еркек жоқ екендігін нақты айтады. Ля раджулун қаиман деп. Бұл ля әл-мушаббаха билейса. Бұл жерде жыныс жоққа шығару деген жоқ. Имені сол өзі не айтып отыр, сол нәрсені жоққа шығарады. Тұрып тұрған ер адам жоқ деген сөз. Нақты айтты. Бірақ бұл жерде екі немесе одан да көп тұрып тұрған еркек болуы мүмкін бе? Мүмкін. Екі немесе үш, төрт, бес, алты, 10, 20 мың тұрып тұрған ер адам болуы мүмкін. Бұда ешқандай жаңағыдай жынысымен жоққа шығару деген нәрсе жоқ. Айырмашылық осы екеуінің. Екіншісі ла ан-нахия. Қаулуху та'ала ва ла туфсиду фил арди бa'да ислахиха. Жер жүзінде оны дұрыстағаннан кейін бұзғыншылық қылмаңдар дейді. Ла туфсиду. Бұл жерде бізде нахи әмірдің болымсыз түрі, иә. Біз білеміз, бұл жазым етеді. Ла ядриб, ла ядриба, ла ядрибу деген сияқты. Ла тадриб, ла тадриба, ла ядрибна, ла тадриб, ла тадриба, ла тадрибу, ла тадриби, ла тадриба, ла тадрибна, ла адриб, ла надриб деген сияқты бүкілін иғрабын жазым етеді. Енді бұл харф нахи болып саналады, ва жазм дейді. Харф нахи ва жазм. Нахи харфы жоққа шығаратын әмірдің болымсыз түріндегі харф, және де жазм қылатын харф дейді. Мабнун аля сукун ла махалла лаху мин ал-i'раб дейді. Тахтассу бил мудари'i, тек қана мудари'қа тән дейді. Ва туджзимуху, және де мудари'ты жазым қылады дейді. Бұл жалпы харф нафи сарфтан да барлығымыз білетін оңай тақырып. Ла аз-заида ва юсамма фил Qur'ани ат-таккид. Ла аз-заида. Заида ләлері бар бізде, заид. Бұларды Құранда әдетте тәкид деп айтады. Не үшін? Себебі Құранда артық нәрсе жоқ дейді. Кейбір ғалымдардың көзқарасы бойынша артық нәрсе жоқ Құранда. Артық деп айту әдепке қайшы болады дейді. Заид деген артық деген сөз ғой енді. Сондықтан тәкид, яғни күшейту үшін келген деп айтамыз дейді. Жалпы мынадай нәрсе бар. Зиядатул хуруф, зиядатул ма'на деген. Әріптер көбейген сайын мағынада күшейеді. Сондықтан бұлар тәкид деп атайды жалпы. Енді бұлар қандай жағдайларда келеді? Соны түсінейік. Қашан біз заида деп атаймыз, қашан заид болады? Соларға көз тастайық. Бa'да ән дейді. Әннен кейін. Әннен кейін келген ла. Мысалы, ма манa'ака алла тасджуда из амартука. حرف نفي زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب ديت. ما منعك سين نيطيد ديت ألا تسجد سجدة يتبيودين سين نيطيد ديت. تكلي يودرات مساق إذ أمرتك من ساغن بيرغان كيزمده. يعني من ساغن بيرغان كيزمده سين سجدة يتبيودين نيطيد ديت. бірақ мағынасын қарайтын болсақ, бұл неге айтып жатыр ғой ана? Иблиске. Иблис сәжде етпеді онсыз да. Сәжде етпеуден не тыйды дейтін болсақ, мағынасы келмейді. Демек бұл жерде не? Ла заида. Ма манa'ака ан тасджуда.
яғни сені сәжде етуден не тыйды? Тәкаппарлық, дұрыс па? Сені сәжде етуден не тыйды деген мағынада бұл жерде. Лә бұл жерде зәид болып табылады. Құран аяты болғаннан кейін әрф зәид, бұны тәкид деп атаймыз. Бұл жалпы қазақша болмалардың тәкид жаңағыдай нелерді қазақша нақты қалай аударатын жолдары болмауы мүмкін, яғни толық жеткізе алмауы мүмкін, себебі араб тілінің өзіне тән ерекшеліктер болуы мүмкін. Оны жаңағыдай араб тілінде айтқанда ғана солай мағына арқылы ғана түсінесің кейде. Сондай болуы мүмкін болар. Әйтпесе қазақ тілінде қалай бұған тәкид қосуға болады, білмеймін енді. Ойыма келіп тұрған жоқ. Мүлдем сәжде етпеуге. Мүлдем сәжде етуден не тыйды сені? Өздеріңіз көресіздер, егер қазақ тілін жақсы білетіндер болса, ойланып көріңіздер осы жерде. Мәл қасам. Қасаммен бірге келетін болса, кейде зәид болады. Мысалы, فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم. Жұлдыздардың орындарымен ант етпеймін дейді. وإنه расында ол лақасамун азим, ұлы ант дейді. لو تعلمون, егер де білсеңдер. Егер білетін болсаңдар, ол ұлы ант дейді. Қасам, азим дегеніміз қасамның сипаты негізінде. لو تعلمون бұлай ортасына келген. Бірақ қараңыздар, жұлдыздардың орындарымен ант етпеймін деді, бірақ мына жерде расында ол ұлы ант деп жатыр. Сонда қалай? Мағына келіспей қалып, дұрыс па? Демек, бұл жердегілер артық. Демек, фауқсиму бимауақиъин нуджум деген сөз. Жұлдыздардың орындарымен ант етемін. Расында ол жұлдыздардың орындарымен ант ету, ол ұлы ант деп жатыр да. Демек, қасамнан бұрын келетін осындай лә бізде зәид болуы мүмкін. Қаида. Мынадай бір қағида бар. Ин ата бa'да ла ау қаблаха харф атф. Егерде ләден бұрын немесе кейін харф атф келетін болса, фәлә тәкуну зәидатан. Онда лә зәид болады дейді. Көрдіңіздер ме? Лә зәид болады. Бұл да бір қағида. Оны харф атф дей алмаймыз. Неге айтпақшы? Себебі екі харф атф бірге келмейді деген бізде тоже ереже бар. Екі харф жерде мысалы иля, аля деп бірге келмейді да мысалы. Бұл қағиданы жаттап алыңыздар. Бұл қағида өте маңызды. Мукаррар бa'да нафи литәкидихи. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Қараңыздар. Бұл жерде бізге тәкид үшін нәфиден кейін қайталанып келуі деп айтып жатыр. Мысалы, ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. Оларды дос та, насир, яғни жәрдемші де тұтпаңдар дейді. Етпеңдер дейді өздеріңе. Оларды доста, жәрдемші де етпеңдер. Бұл жерде бірінші бізде лә тәттәхиду деген уже нәфи келді. Енді уәлиен уәлә насира. Уәлә деген кезде бұл жерде лә қайттан келіп тұр. Енді осы ләнің не екенін шешуіміз керек. Бұл лә алдында осындай ләмен келген, нәфи келгеннен кейін уже бұл лә бізде зәид болып табылады. Бұл жерде бa'да нәфи дегені мына жердегі толық мағынаны қамтып тұр айтпақшы. Неге? Себебі қараңыз, уәлә тәттәхиду минхум уәлиян, оларды дос тұтынбаңдар дейді. Олардың дос екендігін жоққа шығарып тұр. Яғни олар дос болмайды бәрібір. Сендер оларды дос тұтынбаңдар, олар сендер сатып кетеді деп тұр да. Уәлә насира, содан кейін келіп тұр. Уә харф атф, насира, уәлиянға атф. Лә харф зәид болады.
Енді қабілә бәлден бұрын келсе де заид болатын кездер болады. Мысалы уәжихука әл-бәдіру лә бәлиш-шәмсу дейді. Сенің жүзің ай жоқ, тіпті күн дейді. بعد حروف الجر فإنها تسمى زائدة لتفصيلها بين المتلازمين ويبقى معناها. Қараңыздар, енді харф жерлерден кейін мынандай мәселе, кейбір жерлерде бұлардың мағынасы қалады, кейбір жерлерде заидтердің мағынасы қалмайды. Мә манаака ан ла тасджуда деген кезде мысалы мағынасы қалған жоқ ләнің. Ал мына жерде ләнің мағынасы қалады деп жатыр. Ләнің мағынасы қалады. Қараңыздар, бұл харф жарлардан кейін келеді. Және де харф жар мен мәжрурдың арасында келеді. Енді осы харф жар мен мәжрурдың арасында келуі бұлардың мағынасы келсе де мағынасы қалады дейді бұлардың. Бірақ бұлар зайда деп аталады. Не үшін? Литафсилиха байнал муталазимайн. Екі бір-бірімен бірге келуі міндет нәрсенің муталазим, яғни бірге келуі міндет нәрсенің арасын бөлгендігі үшін зайда деп аталады дейді. Түсінікті? Мысалы, ла мин шайин. Мин ла шайин дегенім. Мин ла шайин дегенде миннен кейін мына шетте қарайтын болсаңыздар, ла келіп тұр. Шайин миннің мәжрур негізінде. Ла заида. Енді бұл жердегі мәселе негізі мин мен шайин бір-біріне муталазим, яғни бірге келуі міндет нәрселері тұлар әдетте. Осы екеуінің ортасын ла келіп бөліп тұр. Дұрыс па? Сондықтан бұл екі муталазимнің арасын бөлгендігі үшін заида деп аталады екен. Біріншісін қарайық. Мысалы, мин ла деп келеді. Жамаға мәлін мал жинады, мин ла шайин. Еш нәрсе жоқтан мал жинады, яғни жоқтан бар мал жинады бірден етіп. Еш нәрсесі жоқ еді. Мысалы, бір қалаға келді, сөйтіп жұмыс жасап, өйтіп, нөлден бастап көтерілді деген сияқты әңгіме ғой. Иля ла истамара иля ла нихаятин. Шексіздікке қарай жалғастырды дейді. Ла нихая, шегі жоққа қарай, шексіздікке қарай жалғастырды. Би ла иза мал мадаху била сауабин. Мына жерде жалғасы болу керек, по идее жумляның. Била сауабин, сауапсыз. Неге келетін болсақ дейді. Ал мақтауға келетін болсақ, била сауабин, жауапсыз дейді. Осылай деген сияқты ар жағында мынаның жалғасы болу керек, по идее мына жумляның. Бірақ түсінуіміз керек болған мәселені, мынау била сауабин. Осылай келуі мүмкін деген сөз. وهذه لا اسمية عند الكوفيين дейді. Қараңыздар, бұл куфалықтарға көре исмия дейді. Ла исмия деп аталады дейді. Біз ла заида деп атап жатырық қой, соны исмия деп атайды дейді олар. Жалпы бір көзқарас ретінде жазып қойғаным ғой. Маңызды емес. Әл-фарқу дақиқ, бізде бұл жердегі айтпақшы маңызды нәрсе ол ихтилафтарға кіріп, жаңағыдай ихтилафтарды үйрену емес, негізгі фәтуаларды үйрену ғой, былайша айтқанда. Негізгі мәселелерді үйрену. Сондықтан ондай ихтилафтарға кірмейміз. Ихтилафтарға кіргілеріңіз келсе, осыдан кейін мысалы ертең кітаптар оқығанда, мысалы қандай кітаптар ихтилафтар болып көретін, Ибн Ақил, мысалы Муғни Лабиб деген сияқты кітаптар уже кәдімгідей ихтилафтарға кіреді. Сол кітаптардан қарасаңыздар болады бұларды. Енді الفرق الدقيق ما جاءني زيد وعمر معا أو منفردا. ما جاءني زيد ولا عمر معا ومنفردا، يعني في كل الحال دي. қараңыздар, ما جاءني زيد وعمر жайды ما جاءني زيد ولا عمر деп мына ләні қоспай айтудың айырмашылығы арасындағы айт түсіндіріп жатыр бізге. Егер ما جاءني زيد وعمر деп ләні қоспай айтатын болса, бұл маған әу мұнфариден деген мағынада, яғни Зайд пен Амр бірге келген жоқ, немесе жеке келген жоқ деген мағына. Сол екеуін біреуін ғана білдіреді. Әу бар, қараңыздар, бұл жерде таңдау әу. Либо былай, либо былай. Бірге келген жоқ деген мағына білдіреді, немесе бөлек мұнфарид келген жоқ деген мағына білдіреді. Түсінікті? Яғни екеуін біреуі. Ал ма жаани Зайдун ва ла Амрун деп ләні қосатын болсақ, معا ومنفردا يعني في كل الحال дейді. Яғни бірге де бөлек те, яғни бүкіл халде бірге болсын, бөлек болсын, қандай халде болмасын,
олар келген жоқ деген мағынаны білдіреді. Мысалы мә жаәни зайдун уа амрун деп маан мағынасында қолданатын болса, ол екеуі бірге келген жоқ деген болатын болса, ол екеуі бөлек-бөлек келген болуы мүмкін. Немесе мунфаридан мағынасын қолданатын болса, ол екеуі маан келген болуы мүмкін. Ал ләні қосып екіншісінде мә жаәни зайдун уа амрун деп қолданатын болса, онда жеке де бөлек те мүлдем келген жоқ деген сөз. Яғни қандай да бір халмен келген жоқ деген сөз. Осындай арасында мағыналық айырмашылық бар екен. Шынымен кәдімгідей әсер етеді бұл нәрселерді білу мағына бергенде. Ал-атифату, төртіншісі бізде атф. وهي حرف عطف يفيد إثبات الحكم للمعطوف عليه ونفيه عن المعطوف ويكون بعد الإيجاب أو الأمر دي. مثلا سافر محمد لا عمر. رنزر حرف عطف ديت لا төртіншісі. және юфиду исбат al-хукми, үкімді бекітуді білдіреді дейді. Неге? Лил ма'туфи алейхи, ма'туф алейхке үкімді бекітуді білдіреді дейді. Унафияху анил ма'туф, жайды ма'туфтан үкімді жоққа шығаруды білдіреді дейді. Ва якуну бa'дал ижаби ауил амр, ижаб немесе әмірден кейін болады дейді. Әмір дегеніміз жаңағы фиал әмір, бұйрық райы. Ал ижаб дегеніміз болымды сөйлем деген сөз. Яғни ләмен келмейді дегенді айтып жатыр бұл нәрсе, атф. Енді қарайық мысалмен. Сафару Мухаммадун ла амрун. Мынау бізде ма'туф алейх. Үкім не? Сапарға шықты деген. Сапарға шықты деген үкім бізде. Енді қараңыз, бұл жерде бізге не деді? Юфиду исбат ал-хукм лил ма'туф алейхи. Ма'туф алейхке, яғни Мұхаммадке сапарға шықты деген үкімді бекітеді деді. Сафару Мұхаммадун, Мұхаммад сапарға шықты. Үкімді бекітті ма? Бекітті. Сапарға шықты деген үкімді Мұхаммадке бекітті. Мұхаммад сапарға шықты. Унафияху анил ма'туф, жайды ма'туфтан үкімді жоққа шығарады дейді. Бұл жерде ма'туф не? Умар. Умардан лә арқылы жоққа шығарды ма? Харф атф ма? Жоққа шығарды, Умар сапарға шыққан жоқ деді. Мұхаммад сапарға шықты, Умар емес дейді. Яғни Умар сапарға шыққан жоқ деген мағына. Демек атфтың разницасы, то есть ережесі осы екен. Енді түсінікті мәселе, былай айтып жатпаса да, бірақ жалпы айтып кетіп жатырық. Егер ереже түрінде біреу сұрайтын болса, осылай түсіндірсеңіз болады атф туралы. Ең соңғысы бізде бұл al-jawabiyya. Ла al-jawabiyya. Бесіншісі, яғни просто жауап ретінде берілетін лә. Қандай да бір жумляға кіріп бүйтіп нәрсе жасайтын емес. Зәйтте емес, просто жауап ретінде берілетін лә. Мысалы, усиби мали кулли. Бұл жерде сұрақ белгісі тұр, қараңыздар. Негізі болымды сөйлем, жаңағыда ешқандай сұрақ болмағанмен хәл деген сияқты алдында. Сонда сұрақ белгісі тұр. Демек, бұны интонация арқылы түсінеміз. Бұл өз хадисте келеді. Усиби мали кулли, малымның барлығын, кулли, яғни барлығын өсиет етейін бе дейді. Яғни мына хадис бар ғой, естеріңізде болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан сұрайды, біреу жаңағы бір сахаба, то есть малымның барлығын садақа қылуға өсиет етейін бе дейді. Немесе малымның 1/3 жасайын ба, 2/1 ба, жартысын ба деген сияқты сөйтіп сұрайды ғой, сол хадис бұл. Қола, лә, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, лә, жоқ. Малының барлығын өсиет етпе, олай садақа жаса деп дейді, яғни. Сондай лә бұл. Қарапайым лә жалпы. Малхузатан, ескерту бар мынандай. Лә әл-махкия деген бар. Жалпы махки ғұрып деген бар. Махки ғұрып дегеніміз не? Ол бір нәрсені қалай тұр, дәл солай басқа бір жерге алып келесің. Басқа бір жерге алып келесің. Және де оны дәл сол иғробымен, өзінің негізгі тұрған жеріндегі иғробымен қоясың. Иғробымен емес, харекетімен. Мысалы, Мұхтасарул Қудури деген бізде кітап бар, Мұхтасарул Қудури. Негізінде солай дұрыс па? Марфу, яғни Мұхтасару деп. Омен келеді. Енді мысалы басқа бір кітаптарда келеді. Осындай мәлімет, осындай жағдай, осындай нәрсе. Оны Қудури кітабынан қараңыздар дейді. Мысалы,
фи китаби мухтасарил қудури. Қараңыздар, бұл жерде фи харф жар, китаби маджрур, мухтасари тоже маджрур, то есть мудафун илейх, ал-қудури тоже мудафун илейх, иә. Ал егер бұны мухтасарул қудури деген махки жасайтын болсақ не болады? Онда былай болады: фи китаби мухтасару ал-қудури деген бізде сөз шығады. Яғни мухтасарул қудури деп роф халінде қала береді оның жазылуы. Ол екеуі бір тәркиб ретінде қабылданып, китаб дегенге мудафун илейх болады. И махаллан маджрур болады олар. Дәл сол сияқты ла әл-махкия деген де бар. Яғни осы ла ән-нафиді немесе басқа бір нәрсені алып келіп жатқан кезде ләні дәл осылай ла деп жазып кетеді. Ол жердегі иғрабы оның махаллан болады. Яғни қандай нәрсенің орнында тұр, сондай нәрсе болады. Мысалы, ләйсә ла әл-джумлати нафиян дейді. Джумланың ләсі нафи емес дейді. Ла бұл жерде не? Ләйсәнің исмі. Демек ол марфу орнында тұр деген сөз. Әл-джумлати ла мудаф еще, әл-джумлати мудафун илейх болады оған. Бұл жерде қараңыздар, ла у әл-джумлати демеді. Жоқ, даже ләйсә ла фил джумлати деп айту керек. Мына жерде фи бар. Ла бұл жердегі джумладағы нафи емес дейді. Бір джумла келді, мысалы, сол жерде сенен сұрап жатыр ұстаз, мысалы, ла бұл жерде қандай иғраб анау деп, сол кезде айтасың: ләйсә ла фил джумлати нафиян, бұл жердегі ла нафи емес дейсің. Заида дейсің, мысалы, басқа нәрсе дейсің деген сияқты ғой. Бірақ бұл нафи емес, мысалы. Немесе ләйсә ла фил джумлати әл-мушаббахата биләйсә дейсің, мысалы. Ләйсәға ұқсайтын ла емес бұл джумладағы деген мағынада. Махки иғраб дегеніміз жалпы қысқаша осы. Кітаптарда жалпы көп келеді махки иғраб. Бір кітаптың атын айтқанда, бір нәрсенің атын айтқанда жалпы өзінің қалай негізгі харекеті қандай, былай тұрған кезде сол харекетімен әкеліп қоя салады. Ол бізде махки иғраб болады. Осымен бүгінгі сабағымыз, бүгінгі дәрісіміз бітті. Аллах тағала баршамызға пайдалы, хайырлы ілім берсін. Алхамдулиллахи раббил аламин. Дайындаған Бегім Гүлжин Ермахан дегенді айтпақшы, бекерден бекер жазған жоқпын. Если дұға етемін дейтін жандар болса, фамилиямен барлығы осы жерде тұр. Дұғама қосып қоямын дейтін жандар болса. Жалпы дұға деген өте маңызды нәрсе. Бір-бірімізге әрқашан дұға етуге тырысуымыз керек. Жалпы, мысалы, хадисте айтады ғой: «Ад-дуа мухул ибадати» дейді. Дұға құлшылықтың миы дейді, былайша айтқанда, тікелей аударатын болсақ. Неге бұлай дейтін болса, түсіндірмесінде айтады: адам мисыз қандай деңгейде болатын болса, құлшылықта дұғасыз сондай деңгейде жеткіліксіз болады дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни балағат жағынан әкеліп жатыр ғой, бұл балағи жаңадай немен әкеліп жатыр. Демек, миссыз адам қандай деңгейде болатын болса, құлшылықта дұғасыз сондай бір қиын жағдайға түседі екен. Сондықтан дұға өте маңызды. Соның ішінде бір-бірімізге, толептарға барлығына дұға етуіміз керек. Әсіресе өзіміз жақсы көретін ұстаздар, өзімізге жақын сабақ беріп жүрген ұстаздар, және де шәкірттер бір-біріне жалпы дұға ету керек. Ұстаздар шәкіртке, шәкірт ұстазға деген сияқты. Оған қосымша ең азы атын атап болмаса жасай алмайсыз ғой, бірақ барлық толептарға да бір дұға ету өткен жақсы. Осы ілім алып жүрген шәкірттердің ілімдерін арттыр, пайдалы, хайырлы ілім бер, тақуалықтарын арттыр, тақуалық бер, зейіндерін аш деген сияқты. Жақсы, Аллах тағала баршамызға пайдалы, хайырлы ілім берсін. Алхамдулиллахи раббил аламин.